Сәлем достар. Таңғы 6-да тұрудың 6 себебі. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық дейді дана халқымыз. Белгілі блогер Эгоза Эйха 2 жыл бойы таңғы 6-да тұрып келеді. Бүгін ол ерте тұрудың ерекше әсерлерін бөлісуді жөн көріп отыр. Ендеше таңғы 6-да тұрудың 6 себебімен таныс болыңыздар. Біріншіден, өз-өзіңізді реттеуге уақыт болады. Көп адамның күнделікті бір тәртібі болмағандықтан алға қойған мақсаттарын жүзеге асыра алмай жатады. Егер күніңіздің тең жартысы ұйқымен өтсе, онда сіз өз мақсатыңызды ойыңызға да алмауыңыз мүмкін. Өздеріңіз білетіндей, күннің бірінші жартысында сіздің миыңыз жақсы жұмыс істейді. Сондықтан сол уақытты өміріңізге пайдалы нәрселерге арнаған дұрыс. Екіншіден, күніңізді жоспарлауға уақыт болады. Егер жұмысқа бармастан бұрын күніңізді жоспарлап алсаңыз, онда уақытыңызды да тиімді пайдаланасыз. Құрдан-құр уақыт өткізбей, өзіңізге тиесілі нәрселермен айналысуға мүмкіндік аласыз. Сол себепті ертеңгі күніңізді ұйықтар алдында жоспарлап қойғаныңыз абзал. Ал шаршаған кезде сіздің ойлауға да мұршаңыз болмайтынын ұмытпаңыз. Үшіншіден, таңертең өз-өзіңізге уақыт бөле аласыз. Ұйқыдан тұрған бойда кеңсеге асығудың қажеті жоқ. Егер сағат 6-да тұратын болсаңыз, жұмыс басталғанға дейін бірнеше сағат уақытыңыз болады. Ал ол уақытты тиімді пайдаланып, спортпен шұғылдануға, басқа заттармен айналысуға да мол мүмкіндік ала аласыз. Естеріңізге сала кетейік, ерте тұрып жаттығу жасаған адамның ағзасында эндорфин гормоны бөлінеді. Ол адамдарға ерекше күш-жігер беріп, күн бойы көңілді жүруге көмектеседі. Төртіншіден, таңғы асыңызды ішіп шығасыз. Таңғы асты тастауға болмайтынын бәріміз жақсы білеміз. Егер оқуға немесе жұмысқа бірер сағат бұрын тұрсаңыз, онда міндетті түрде үйіңізден таңғы ас ішіп шығыңыз. Джон Хопкинс университетінің жанындағы ашылған Блумберг денсаулық сақтау мектебі таңғы астың адам денсаулығына пайдасы мол екенін айтады. Ал таңғы асыңызды тастап кетсеңіз, еш нәрсеге зауқыңыз соқпай, күні бойы көңілсіз жүресіз. Бесіншіден, табысты адамдардың көбі ерте тұрады. Нью-Йорк магазин журналы өзінің бір мақаласында оқырмандарға Twitter әлеуметтік желісінің құраушы Джек Дорси туралы айтқан болатын. Ол өз жұмысын күнін таңғы 5:30-дан тұрып бастайды екен. Сол секілді Apple компаниясының бас директоры Тим Кук таңғы 4:30-да тұрып, әріптестерінің электронды хаттарына жауап жазатын болған. Ал әйгілі Virgin Group'тың негізін қалаушы Ричард Брэнсон Business Insider баспанасында берген сұхбатында 5:45-те тұрып жұмысқа кірісетінін айтты. Алтыншыдан, бәрінен 2 қадам алда жүресіз. Ерте тұруды әдетке айналдырсаңыз, өзіңізге деген сенім қалыптаса бастайды. Сіздің қаншама бәсекелестеріңіз ұйықтап жатқанда, сіз біраз нәрсе тындырып үлгересіз. Таңғы 8-ге дейін барлық жайсыз жағдайды шешіп қойсаңыз, күніңіз керемет өтетініне күмәніңіз де болмасын. Сонымен қатар сізді ешқандай стресс, депрессия секілді сары уайымға салынатын заттар мазаламайды. Тағы бір ескере кететін жайт, егер күндегі уақыттан 2,5 сағат бұрын ерте тұрсаңыз, күніне 150 минут жұмыс уақытын ұтасыз. Ал ол дегеніміз аптасына 17,5 сағат, айына 70 сағаттан астам уақыт, жылына 840 сағат. Таңдау өзіңізде. Сау болыңыздар.